Ассалаумағалейкум жастар, қалайсыңдар? Бүгінгі видеода біз сендердің мына белдеріңді жастарына жетпей құртып жіберетін 4 жаман қателікті қарастыратын боламыз. Моя спина. О, моя спина. Қателік нөмір 1 бұл ауыр заттарды дұрыс емес техникамен көтеру. Достар, давайте ойлайық, что мынау типа ауыр нәрсе деп ойлайық. Көбісі бұндай ауыр нәрсені қалай көтереді? Егер де олар мынандай жерде жатқан ауыр нәрсені көрсе, олар бүйтіп бірден қолмен ұстап алады да, осы тұрған положениедан, міне көрдіңіздер ме, қалайынан бел бүкірейіп тұрған, осы бүкірейіп тұрған положениедан дальше больше үстіге көтеріп кетуге тырысады. Бұл белге өте қатты үлкен зақым келтіреді. Ёбушки, воробушки. Ал негізгі дұрыс көтеру техникасы бұлай болу керек. Егер де ол нәрсе тұрған нәрсе болса, онда тіпті жақсы оны көтере саласың. Ал егер де мен жағдайындағыдай осындай жерде жатқан ауыр зат болса, оны көтеру үшін сендерге максимально аяқпен оған қарата жақындаймыз. Сосын белде дүп-түзу ұстай отырып, аяқтың күші арқылы астыға түсеміз. И осындай дүп-түзу положениедан қолмен ұстаймыз да, осы положениені аяқтың күші арқылы көтерілеміз. Бұл жердегі ең басты принцип бұл. Ауыр нәрсені көтерген кезде барлық күшті қолмен аяққа салу. Себебі мына квадрицепстар олар 100-ден аса килограммды көтере алады. Ал осыншама аяқтардың мықты екенін біле тұра, не себепті мына кілттей белді қинауға тырысасың? Сенің ата-бабаларың да сонау заманнан айтып келетқан шығар. Балам, көтерген кезде белге салма, қолдың күшіне сал деп айтқан шығар. Олар осыны меңзеген болатын. Нөмір 2 қателігіміз, 1 қателік сияқты, сені протрузиямен грыжаға алып келмесе де, бірақ сколиозға әлде қайда алып келуі мүмкін. Ол дегеніміз орындықта дұрыс отырмау. Ол дегеніміз яғни аяқты көтер қойып, былай отыру. Осы поза саған таныс па? Әрине таныс. Например, тамақ ішкенде шығар, иә? Себебі көп адамдар осылай отырғанды жақсы көреді. Оның қатарларына мен де болғам. Бірақ мен саған бұл жерде ешқандай жаңалық ашпай қояйын. Бұл осы позада отыра берсең, сенің тек қана омыртқан ғана қисаймайды. Бұл асқазан мен ішектің де жұмыс ретін бұзады. Себебі тағам қиын жолмен түсе бастағандықтан. Сен досым, егер де өзінде осы әдетті байқайтын болсаң, онда саған бұдан арылғаның жөн. Себебі бұлай жалғаса берсе, сен омыртқаны өте үлкен ауыртпашылықпен зияндық болайын деп тұр. Одан қалайша құтылуға болады? Жаңағыдай айтқандай, мен де өзім бұлайнан жылдар бойы өте көп уақыт отыратым. Бірақ бір жерде мен бір кітаптан оқыған болатым, ол жақта айтылған. Егер де сен 21 күн бойы қандай да бір жаман әдетті істемесең, онда ол әдеттен мәңгі бақи арылуы мүмкін деп жазған. Сол үшін мен оны тексеру мақсатында 21 күн бойы аяғымды түсіріп отырып көргендей болдым. И маған көмектескен сияқты. Сол үшін де сен де оны тексеріп көр, бәлкім саған да пайдасы болар. Қателік нөмір 3 бұл компьютердің алдында өте көп уақыт бойы отыру, әсіресе мынандай позада. Компьютердің алдында ең жаманы ол басты бүгіп ап тұрып бүйтіп ойнап отыру. Бұл дегеніміз мына шейно-воротниковый зонаның қисаюына алып кеп соқтырады. Медиктардың тілінде бұны кифоз деп атайды. Мен бұрында геймер болғандықтан 6-8 сағат бойы осылайна отыра беретін. Анда-санда шаршағандықтан кейде бүйтіп аяғымды көтеріп алып бүйтіп те отыратын. Бұлайна отыру бұл вообще комбо Big Mac Chicken ғой, түсіндіңдер ме? Кейбір адамдар негізі компьютер ойнамағандықтан емес, просто жалпы компьютердің алдында көп отыруға мәжбүр болады. Себебі олардың жұмысы сонымен байланысты болғандықтан. Мысалға, бухгалтерлар, врачтар, олардың барлығы жұмыстар сонымен байланысты көп отырады. Ондай кісілерге берер кеңесім тек қана хотя бы күніне 3-4 рет болсын үзіліс жасап, шығып, турникке тартылып, немесе, жарайды олар турникке тартыламайтын шығар, но хотя бы просто жүріп, біраз болсын упражнениялар жасап, физзарядка жасап, мына белмен мына көзді біраз болсын компьютерден демалдырғандары дұрыс. Соңғы нөмір 4 қателігіміз ол жұмсақ төсекте ұйықтау, және де бастың астына 2 немесе 3 жастық салып жату. Досым,
сен ешқандай да кемпір емессің ғой. Ендеше не себепті сен мына жастыққа екінші жастықты қойып тұрып, былайынан ұйықтағанды жақсы көресің, ә? Сен бүйтіп жатқан сайын, сен алдыға қарата еңкесін, мынаның биіктігі көтерілген сайын, сен алдыға қарата бүкірейіп, осылайынан кішірейе бастайсың ғой. Сендер менен сұрауы мүмкінсіздер, не себепті сен ұйқы темасын қозғай бересің? Мен сендерге айтайын, себебі адам ұйықтаған кезде оның организмі өседі. Сол себепті сен таңертең 1 сантиметрге ұзынырақсың, чем кешкіге қарағанда, потому что сен омыртқан созылды ғой. В принципе, логично. И вот когда сен жұмсақ төсекке жатқан кезде, сен анандай қисық позада ұйықтағандықтан соңынан денең қисық болып қалыптасып кетуі мүмкін. Сондықтан да достар, мен қалаймын, сендер кішкене болсын қатты матрасты төсекте ұйықтағандарыңды қалаймын, или хотя бы қатты диванда жатқандарыңды қалаймын. Или вообще негізі сендер в идеале мен сияқты осылайынан жерде ұйықтап үйренгендерің дұрыс. Потому что барлық негізі крутой монахтардың барлығы давным-давно негізі жерде ұйықтайды. Мен де тихаря солар сияқты болайын деп жүрмін ғой. Досым, егер де саған бұл видео ұнаса, хотя бы кішкене болсын пайдасы тисе, онда осы видеоға лайк қойып, каналға подписка жасай салшы, себебі осындай пайдалы видеоларды саған әлі көптеп салуға тырысатын боламын. Ал сенімен мен қоштаспаймын, келесі видеода кездескенше.